Оқулығымыздан 32-ші бетті ашайық. Оқу мақсаты: негізгі ойды анықтау, тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Бағалау критерийі бүгінге арналған: сабаққа қатысу, оқылым тапсырмасы, айтылым және жазылым. Байқап тұрсаңыздар, жазылым тапсырмасына үлкен барлық беріліп отыр. Оқылым 6-шы тапсырма. Әңгімені оқып, құрылымына назар аудар. Қазақ шайы көзді, көңілді тойғызуымен ерекше. Ақсұлу ақ сүлгіге аскем орап, бұқтырып алған шайды кесеге құюға қам жасады. Адамның адамға деген қызметі қымбат. Кісінің кісіге деген ықыласы ерекше. Айсұлудың сұлулығы қимылында болып шықты. Шырағым, қылықты қызметіңе ризамын. Талабың жансын, перзентті бол, деп елбасы ризалық сезімін білдіріп, алғыс айтты. Ислам ака қалыспай өз жосығын жасауға асықты. Дастархан басынан тұра салып, есік сыртында тұрған көмекшісін шақырды. Қол сөмкесін ашқызды. Ішінен лағыл түсті жібек орамал шашылды. Бір шетінен шымши ұстап көтерген Ислам ака: мынау қалыңдыққа арнап тоқылған хиуа жібегі. Хиуаның жібек орамалы деп құлашын кең жайған кезде, бір жерді алып кеткен лағыл орамалды кел қарағым деп жақын келген келіншектің иығына жатты. Жұлдыз журналы. 6-шы тапсырмадағы әңгімені оқып, үзіндісін оқып болсақ, 7-ші тапсырма. Әңгімеге байланысты сұрақтарға жауап берейік. Автор әңгімені бастамас бұрын қандай сөйлеммен оқырманның назарын аударды? Әңгіме әрі қарай қалай өрбіді? Негізгі бөлімде қандай оқиғалар орын алды? Әңгіменің аяғы немен бітті? Айсұлу сыйлыққа алған лағыл түсті жібек орамал Ислам аканы биік талғамын көрсете ме? Дискриптор әңгіменің құрылымын талдайды, жүйелі сөйлем құрайды. Келесі сұрақтарға жауап берсе, біздің 10-шы тапсырманы түсініп алайық. Бұл жазбаша сөйлемдерді буын үндестігіне және екі сөзге дыбыстық талдау жаса. Мұрақ лауазымды адамдар киетін, екі жағы қошқар мүйізденіп келетін, сән салтанатқа киілетін қалпақ. Мұраққа қарап, халық мансапты адамды айырады. Мұрақ қалпағын елбасы, төре, билер киген. Мұрақты оюлап, өрнектеп, алтын күмістелген әртүрлі жіптермен тігеді. Мұрақты көбіне той-томалақ, сән салтанатқа киеді. Қазақтың байырғы салт дәстүрлері кітабынан. Енді сөйлемдерді буын үндестігіне талдаудың үлгісін көрсетейін. Фонетика саласының бір түрі буын деп аталады. Бізде осыған дейін буын үндестігі туралы тақырыптар болған. Бүгін бір қайтара есімізге түсірейік. Мәселен, сөз бірнеше фонетикалық бөліктерге бөлінеді. Мысалы, ана, ең, әдемі, әуезді, сөз деген қанатты сөйлемде 6 сөз бар. Бұл сөйлемдегі әрбір сөздер естілуі жағынан бірнеше шағын дыбыс тобына жіктеліп тұр. Әрбір фонетикалық бөлшек буын не бірнеше дыбыстан құралған. Буын дегеніміз сөз құрамындағы бір немесе бірнеше дыбыстардың тобынан жасалған фонетикалық бөлшек. Буынға тән белгілер. Дауысты, дауыссыз буын болмайды.
Дауысты дыбыстың бір өзі буын құрай алады, дауыссыз дыбыстар буын құрай алмайды. Сөздің құрамында қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Буында мағына болмайды. Тіліміздегі байырғы сөздер, сондай-ақ буындар қатар келген екі дауыссыздан басталмайды. Буынның түрлері: ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Ашық буын деп жалғыз дауысты дыбыстан құралған буын. Мәселен, а, та, ине, аға. Және де дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталады. Мәселен, кеме, дана. Дауысты к, дауыссыз е, дауыстан басталып, дауыссызға аяқталыпты. Және де жалғыз дауысты дыбыстан құралған буын болса, ол ашық буынға жатады. Ал тұйық буын дауыстыдан басталып, дауыссызға бітеді. Мәселен, ел, от, е дауысты, л дауыссыз. Бітеу буын деп дауыссыздан басталып, дауыссызға бітеді. Мәселен, сертон, мектеп, наурыз. Келесі. Буындар бұлай шартты таңбамен белгіленеді. Ашық буын а, б, а. Яғни бұлар дауысты және дауыссыз дегенді білдіреді. Міне, енді бізге оқулықтан берілген мәтінді талдасақ. Мұрақ, лауазымды, адамдар. Осылай үстіне белгі қойып, және де қай буынға жатады, соны жазып шығамыз. Үстіне жазсақ болады. Мәселен, мұрақ дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа аяқталып тұр. Оны міне, дауысты дыбыстан басталып, дауыссызға аяқталып тұрса, тұйық буынға жатады. Демек, мынаның үстіне тұйық буынның белгісі а, б. А, б деп белгілейміз. Рақ дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталып тұр. Оның белгісі б, а, б деп белгілейміз. Осылай барлық сөйлемді талдап шығамыз. Бұл буын үндестігіне талдау деп аталады. Ал келесі. Дыбыстық талдау. Яғни біз екі сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Дыбыстық талдау тағы да бір рет есімізге түсіріп кетсек, дауысты дыбыс және дауыссыз дыбысқа бөлінеді дыбыстар. Дауысты дыбыс тілдің қатысына қарай, жақтың қатысына қарай және еріннің қатысына қарай бөлінеді. Бұларды біз жатқа білеміз. Келесі, дауыссыз дыбыстар ұяң, үнді және қатаңға бөлінеді. Келесі.